Сәлем достар, баршамызға наурыз құтты болсын, сіздерге молшылық, құт береке және де табыс тілеймін. Мені көріп отырған әрбір отбасы бақытты болсын. Менімен болғандықтарыңызға мыңда бір рахмет, және де уәделескендей, қағидаласқандай мен наурыз көже пісірдім. Өзім дайындадым, ал бауырсақты апам дайындады, апамдікінен алып келдім. Және сіздермен бірге көже ішетін болам. Сіздер де пісірсеңіздер алып, менімен бірге отырыңыздар. Мен сіздердің арқаларыңызда өзім алғаш рет наурыз көже дайындап тұрмын. Негізі мамамның наурыз көжесінен басқа ешкімдікі ұнамайтын. Бірақ осы жолы ютубтан қарап, мен анамдікінен кішкене өзгерек қып жасадым. Мен айран қостым. Негізі біздің өңірде, менің отбасымда деп айтайын, өйткені мүмкін біреулер қосады, айран негізі қоспаймыз. Арпасын жақсы көремін. Арпа мен күріш. Негізі тары болса да жақсы көремін, бірақ та мен қостым. Арпа, күріш, ет, су, тұз, құрт, айран, жетеу. 7 түрлі тағамнан 7 түсіндіңіздер ғой мені. Бүгін мен ешқандай лампасыз, ешқандай дайындалған әңгімесіз сіздердің алдарыңыздамын. Барлығы шынайы болсын. Негізі мен апам бауырсақтары доп-домалақ болып шығатын. Сосын тістеп қалған кезде ішінде ауа болатын да, үлкен тесік. Отырып қапты, білмеймін неге екенін. Дегенмен де дәмі сондай. Өкінішке орай, бірде-бір алаңда, Қазақстанның бірде-бір алаңында үлкен мереке ұйымдастырылып жатқан жоқ. Осы індетке байланысты өте мұңайтатын жағдай әрине. Дегенмен де бұл індетті жеңіп шыққаннан кейін бізде үлкен мерекелер, тойлар ұйымдастырады деп сенем. Бірақ та біздің қаладағы бір мейрамхана өздерінің даласында наурыз көже қойып, нан қойып, бауырсақ қойып, өтіп жүрген, ары-бері өтіп жатқан адамдарды құттықтап жатыр екен. Дәм татқызып. Және бүгін біз үлкен дүкенге бардық. Өскемендегілер біледі, фреш маркет өте үлкен базар ғой, енді базар сияқты ішін барлығы. Бірақ үлкен ғимараттар орналасқан. Сонда бір апай наурыз көже жасап барлығын шақырып тұр екен үстелге.
сондай дәм таттық. Және де мен өте үлкен назар аударып қарадым, ішінде айран бар ма жоқ па деп. Айран болған жоқ, өйткені біздің өңірде көп адам олай дайындамайды ғой деймін. Менікі айран бар. Өте дәмді шықты, өте дәмді. Мен анам пісірген кезде өте көп құрт салып ішетінмін. Маған бір қышқылдық жетпеді ме мүмкін. Ал бұл жерде көп құрт салған жоқпын, бірақ та айран қостым. Дәмін көрсем өте қатты ұнады. Сіздер де солай дайындап көріңіздер, егер дайындамасаңыздар. Наурыз мерекесін жалпы күтесіздер ме? Әлде кезекті бір күн сияқты өте ме сіздерде? Қалай дайындаласыздар? Маған өте қызық, жазып өтіңіздер. Өйткені менің мынандай бір ойым бар да, баланы, мүмкін, енді сіздерде мүмкін бала болса, баланы кішкентай күнінен осындай ұлттық мейрамдарға, діни мейрамдарымызға назар аудартып, және ол мерекелерге үйдің ішінде дайындалсақ, жаңа жылға дайындалатын сияқты. Мысалы, біз жаңа жылда шырша құрып қоямыз, терезенің барлығына жалтылдақтар іліп қоямыз. Ал қазақтың мерекелерінде ондай ештеңе жасалынбайды. Әрине, содан кейін бала кішкентай кезінен солай көргендіктен оған да бір кезекті бір күн сияқты өтеді де ондай мейрамдар. Сондықтан, мысалы, біз кеше үйді жинап жудық барлығын, басынан аяғына дейін. Содан кейін мне бүгін наурыз көже істедім. Сіздердің арқаларыңызда, шын айтайын, сіздерге үлкен рахмет. Өйткені менің апам, мен айтып өткендей, жанымызда тұрады. Алыс емес, өте жақын тұрады. Және де менің ата-анам бар, Құдайға шүкір. Олардың, мысалы, егер де сіздер болмасаңыздар, мен ата-анама барушы едім, баланы алып, немесе апам мен атама барып, көже ішіп, тамақтанып, кешке үйге келе салушы едім деген сияқты. Бірақ та сіздерге уәде еткендіктен өзім үйде пісірдім де наурыз көжесі. Сондықтан үйде наурыздың бір легі келді деп айтсам да болатын шығар. Сондай бір мерекелік көңіл күй деген сияқты. Сондықтан келесі мерекеден бастап, немесе келесі жылдан бастап мен де балама үйрете бастаймын. Бұл мереке еткендігін. Әлеуметтік желілерде барлығы жұмыста наурызды атап өтіп жатқан суреттерін салып жатыр. Әдемі киінген. Жалпы наурыз десе маған ең бірінші
выступление дейді ғой. Выступление дейді ғой, сол есіме түседі. Өйткені Наурыз мерекесінде әрқашан біз ән айтатынбыз сахнада. Наурыз көжеге мен Геркулес емес, Перловка сатып алдым кеше. Сосын дүкендеріміздің барлығында сұйық құрттар тұратын бөтелкелерге салынып, кеше содан ала салам деп барсам жоқ. Сосын басқа дүкендерден іздемедім, өйткені жоқ деп сенімді болдым. Сосын бүгін қалаға барып, сол жаңағы үлкен фреш-маркетке барған кезде де бірде-бір құрт болған жоғында. Неше сүт сататын отдел дейміз ғой болды. Біреуінде де құрт болған жоқ. Қатты құрттар ғана болды. Сосын менің мама мен папама барып үйіне құрт алып келдік. Наурыз көже пісіру үшін, және де біздің аймақта бір группа бар. Бүкіл осы аймақтағы адамдар отыратын. Сонда кеше барлығы бидай кімде бар, сұйық құрт кімде бар деп барлығы іздеп жатты. Бұл дегеніміз мерекеге алдын ала дайындалмағандық деп есептеледі. Мен де солардың бірі болдым, солардың қатарында болдым. Дегенмен менде барлығы сәтті шықты. 7 түрлі тағам, 7 түрлі, қалай айтса болады, дұрыс пісірілді. Молынан пісірдім, өйткені жаңа жылда мол болу керек деп айтады ғой. Дәмді болды, маған өте ұнады. Мен өйткені өте сыншылмын, өзіме келгенде де, мысалы, маған ұнамаса, мен өзіме айтам, маған ұнамады. Сен осы жолы дұрыс жасамадың деген сияқты өзіме ұрысып қоям. Бірақ та осы жолы емес, бірінші жол, және мен өзіме мақтанам. YouTube-қа рахмет. Өзінің рецептерін салатын адамдардың бар болғандығына, сондай каналдардың бар болғандығына өте дәмді болды, тойымды болды. Бауырсақтар ол мүлде әңгімесіз, әрқашанда дәмді. Және де мінекей, сіздерге уәдемді орындадым. Сіздерді құттықтаймын тағы да бір рет шын жүректен. Маған жазылуды ұмытпаңыздар каналыма. 5000-ға кішкене ғана қалды. 5000 санын толтырайық. Маған жазылып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.